Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Балалар, біз ғарыш әлемі бөлімінде сізбен бірге ғарыш әлеміне саяхат жасаймыз. Алдағы уақытта ғарыш туралы, ғарыштағы ас мәзірі, алғашқы ғарышкерлер туралы айтатын боламыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз Байқоңыр ғарыш айлағы деп аталады. Мақсаты Байқоңыр ғарыш айлағы туралы сіздерге мәлімет беру. Жаңа сөздермен таныс болайық. Тыңда, қайтала. Ғарыш айлағы, зымыран, сынақ, жер серігі, кеңістік. Балалар, осы жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып аламыз. Бүгінгі сабақта менімен бірге Байқоңырды аралайсыңдар. Қандай сұрақтарың бар? Мен сіздерге жауап беруге тырысамын. Ол үшін мына мәтінді мұқият тыңдаңдар. Байқоңыр ғарыш айлағы Қызылорда облысында орналасқан. Ғарыш айлақ 1955 жылы салынды. Байқоңыр ғарыш айлағының қасында қала мен ауыл орналасқан. 1957 жылы Байқоңырдан алғашқы зымыран ғарышқа ұшты. Ол ең бірінші болып жер серігін ғарышқа алып барды. Байқоңырдан Восток, Восход, Союз, Прогресс деп аталатын ғарыш кемелері ұшырылды. Жақсы балалар, ендігі мәтін туралы білімдеріңді мына тапсырмамен қорытындылайық. Мәтін бойынша сұрақтарға «я» немесе «жоқ» деп жауап беріңдер. Байқоңыр ғарыш айлағы Қызылорда облысында орналасқан ба? Байқоңыр 1957 жылы салынды ма? Байқоңырдан алғашқы зымыран 1955 жылы ұшырылған ба? Байқоңырдың қасында ауылдар бар ма? Жақсы балалар, сіздер өз білімдеріңді астыдағы дескриптор арқылы тексере аласыңдар. Енді өз-өздеріңді бағалап, кері байланыс берулеріңіз сұралады. Үйге тапсырма. Балалар, үйде мына сұрақтарға жауапты дәптерлерімізге жазып, маған WhatsApp арқылы суретін жібереміз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.